Бұл айтыскер қызды бәрі таниды, бүкіл жерде шулатып жүр. Шығыстың қызы Айшолпан. Қошемет, құрметпен қарсы аламыз. Және Төрехан бауырымыз. Қызылорда. Жаным, несі аюды киіп алғансың ба үстіңе? Ел халық Айшолпанды жақсы көреді ғой. Сонда да мына халық мағанда сенеді ғой. Сабыржан Айшолпанға аю деп тиісіп жатыр. Айшолпан да жауабын береді ғой. Олабайды, олабайсыз ақындар тұрамайды. Сүйкоға осы Айшолпанды алып берсе, ешқашанда еңсесі құламайды. Айшолпанды жарғылып ап бермесе, Сүйкоға ана мынау қыздар шыдамайды. Ай-ей-ей-ей-бей. Немене шапалаққа тармысыңдар? Ай сайын аламанға барғаным жоқ, жарытып жүлдені де жарғаным жоқ. Елесінде ерекше қалатындай Каринада 50 келі салмағым жоқ. Тым құрмаса Карина жеңіше қосап, бір бизнесмен жігітке тиіп алғаным жоқ. Тым құрмаса Олжан сестра қосап, Астанада гелик мініп қалғаным жоқ. Ештеңем жоқ болғанмен арманым бар, төріңде отырайым балдарың боп. Ол арман қоңыраттарды бір шулату, арманым орындалса, арманым жоқ. Ұлдарың ата көрген ұлықты ғой, қыздарың ана көрген қылықты ғой. Ассалаумағалейкум қоңыраттар, бастарың бүгін тойда бірікті ғой. Қоңырат дегеніміз оңтүстігін, Айшолпан қадіріңді біліпті ғой. Есмемет Ерғожа мен Райымбектей ел қорғап ерлер көзін жұмыпты ғой. Ағайын оңтүстіктің даласында Мұхтар Шаған атамыз туыпты ғой. Тіліммен елдің бәрін тіліпті ғой. Бекзат деген олимпиада чемпион боп, бокста елдің бәрін қырыпты ғой. Санай берсең саусақ түгел сан жетпейді, сіздерде кілең мықты туыпты ғой. Қазақта жынды деген адамдардың жартысы Шымкент жақтан шығыпты ғой. Келер болсаң сен маған сезіммен кел. Ару қызды аю деп айтқанын ес, алдымен бабалардың сөзіммен кер. Аналар тау туардай толғатады, балапан боп туылған өзіңнен көр. Айшолпанды томба қыз деп айтсаңыз, болмай тұрма ақынға сай талғамын. Томбақ болсам анама ұқсағанмын, өмірден айтып тұрмын байқалғанын. Анамнан тумай тұрып мен әкеме арық қатын алсай деп айталмадым. Төрехан бір айтысты бастаған ед, Айшолпан аспаған ед, таспаған ед. Домбыраңды сындырды деп айттың ба? Айшолпан оны айтудан қашпаған ед. Рас, флай арыстан өткенде менің миллиондық домбырамды шағып тастаған ед. Бірақ та Ұлжан деген сестрам бар, Айшолпан мына саған сенем деді. Бір очкемнің тойын жарып берсең болды, домбыраңның құнын өтеп берем деді. Ағайын арынау айтар ойымыз бар, болып жатқан дәл осындай тойымыз бар. Олжаның алдында мені подвайт етпей, от души шапалақ соғып қойыңыздар. Арайлы таңдарымыз шықты болсын, бірлігі қазағымның мықты болсын. Ассалаумағалейкум Димаш брат, жаңадан алған әйелің құтты болсын. Айшолпан ортаңызға келіп тұрған, бүгінгі тойыңыздың қонағы ғой. Айшолпан Көкшетаудан келген кезде маған тұрып амандассаң болады ғой. Қазағым қар өлеңге құмар елсің, қаш
сіздерге мұрагерсің. 2 жасқа тілейтін тілегім сол, басыңда бақыт құсы тұра берсін. Сіздерге қасты ойлап жүргендердің тіл жағын жаратқаным буа берсін. Димашыңның әулетін көбейтем деп келін жан туа берсін, туа берсін. Ей, бұл тілек қабыл болсын деген жандар, давайте шапалағын ұра берсін. Димашжан жігіт болып отқан жоқ па, осындай анасының арқасында. Апа, сізге ақша бер деп күш демеймін, бірақ та берем десең түш демеймін. Прикинь, Айшолпанның қалтасы жоқ, өйткені мен министерствода істемеймін. Қоя берсіңдер. Мынау менің Олжан деген сестрам еді. Астында қалмаш апай мазақтардың. Айшолпан бауырымның тойына кел деп, өткенде жүрегіңнен назақтардың. Тұрмысқа қашан шығасың білмеймін, бірақ пенсияға шығуға азақ қалдың. Оның жанында министерстводан Ақереке деген подружкасы келіп отыр. Ей, ақын қызға шығып ұрын бермейді ма? Министерствоның адамдары не қылып отыр? Жаралама жүректі көңілемде, сұлу қыз десем сенен бөлінем бе? Сұлу көрсе сүйгісі кеп тұрады 80 ауыл айналған серілерде. Өзіңізге бір сұрақ қояйыншы, көзіңізге сұлу болып көрінем бе? Бұл ағам тек Ақынжан аталмай ма? Осынау елімізден баталмай ма? Төрехан айналайын, ақынсың ғой, костюммен жеткегенде шапан қайда? Бірақ та Қоңыратты білеміз ғой, тек қана шындықтарын айталады. Жасыл костюммен кеп тұрған Төреханды Қоңыраттар шапанмен қайтарады. Шаршы топты жару керек, жаңағы Серік жаққа шолу керек. Серік мені аламын десегерде ең бірінші Айшолпанға ару керек. Одан кейін Серік деген братаным мен Найманның қызы екенімді тану керек. Мен алатын жігіттер Төреханжан, кем дегенде 2 сиыр бағу керек. Одан кейін мені көтер алатын жігіттім. Одан кейін мен алатын жігіттерің Айшолпанды көтере алу керек. Сөздерің Төреханжан о керемет, сөздерің Айшолпанды бөлеген еді. Төбелессем өзіңді жеңіп кетер, күйеуіме тайсындай дене керек. Ұрыстам аузымды аштырмайтын Айшолпанға кәләнидей ене керек. Ағайын ойланғанда мұяқпай ма? Күйеу жолдас тектіден тұяқтай ма? Бағанадан тері болып өлең айттым. Төреханға келді де ақша берді, Айшолпанға бұрылмадың, ұят қайда? Ағайын Айшолпандай ақының бар, ортамызда жатыр ғой шақырымдар. Мен сенің 5 мыңыңды қабылдамайым, жоқ дегенде оңымен шақырыңдар. Келгенде шығысымның келгенде Астанамның ауылына қамшы салмай сөйлеген сауырыма. Қорғалжыңның бір қызы шығып жатыр, Шымкенттің Наркескендей нарлына. Біздерге әп-әдемі қызым берген бір сәлем құдалардың қауымына. Құдалар барлығыңда нарсың деймін, дәл бүгін жұлдыздарың жансың деймін. Ал ақынға шапалағың неге нашар, құмарым енді қайдан қансың деймін. Өз қызыңа шабыт беріп отырсаңдар, Айшолпан бүгін топты жарысын деймін. Шапалақ соқпай отқан құдабалдардың қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ соқпай отқан апалардың пенсиясы азайып қалсын деймін. Шапалақ соқпай отқан жеңгелердің күйеулері бір-бір тоқал алсын деймін. Ассалаумағалейкум қорғалжыңам. Өзіме қорғалжың тұтар өтеді ғой.
Себебі Қорғалжыңды білеміз біз, шетінен бандиттардың мекені ғой. Қорғалжыңды мақтап кетегенше біздерге авторитеттерің жетеді ғой. Қалайша көмейімнен жыр түлемес, мен емес өлең айтсам іркілер еш. Карина иманды қыз, ибалы қыз, сайраңдап қалған мүлде сылғым емес. Каринаны өсірген атананың жаман атана болуы мүмкін емес. Айналайын жеңешем-ау, сен енді келіндердің дарасы бол. Димаш аға өзіңе тілегім сол, сен енді қарындастың ағасы бол. Айналайын Карина болашақта бұйырса алталаштың анасы бол. Димаш жанға тілейтін тілегім сол, өзіңнен Құнанбайдай дана шықсын. Қасыңдағы Каринадай жеңешемнен Олжан Зере аналардай ана шықсын. Бұл Шымкент батырларды тапқан мекен, сондықтан батырларды ала шықсын. Ол болса Ринаттайын ақын шығып, қыз болса Айнұр шықсын, Сара шықсын. Күндіз қазған жеріңнен телефон шығып, түнде қазған жеріңнен бала шықсын. Ал ағайын, шапалақ қайда? Ен не істейміз? Шымкент қайда? Ен не істейміз? Құдалар, ен не істейміз? Әй, Серік, ен не істейміз? Біз аштан кетпейміз, біз финал қарай көктейміз. Хотя бы кішкене болса да ақынға пайдаң тигіз. Біз аягөз семейміз, найманбыз, керейміз. Төбелес дегенде ол жеке вообще таяқ жемейміз. Шығыстың қызының шындықпен сөйлейміз. Зарплата 60 мың кредит, 90 мың. Нәскесіз қалсақ та Каспиге төлейміз. Ен не істейміз? Подружкалар қайда? Ен не істейміз? Қабыл ал әнін Айшолпан шайырдың. Келіп тұр менің әнменен қайырғым. Ағайын бүгінгі Димаштың тойына құттықтауға келіп тұрған түрім. Димаш браттай ағаларым да бар. Махаббат деген аналарым да бар. Олжан апамдай дараларым да бар. Жады браттай крышаларым да бар. Ал ағайын, давай сау болыңдар. Серік деп айттың, тағып да бірдеңе дедің. Серіктенді мен түсімде күнде көремін. Қашқан еркектей баласын туғызып алып, бітірмей қойдың Серікті тұрғызып алып. Ұйқым келмейді, Каспий голд маза бермейді. Ұйқым келмейді, Серік братан неге жаныма келмейді. Ұйқым келмейді, домырамды достары қашан төлейді. Осы жағын ойласам, вообще ұйқым келмейді. Сағын қуып келемін, сағындырып келемін. Көкшетаудан келе сап, алдарыңа кебедім. Айналайын Димашын, сендерді жақсы көремін. Олжан апамның бір тойын көтер кетсем деп едім. Ал ағайын, осы тойда бір жыладық, бір күлдік. Шымкентпенен Қорғалжыңды тоқтамастан жырғылдық. Күйеу балаң болсын деймін 100 жылдық. Құдалығың болсын деймін 1000 жылдық. Ал ағайын, шапалақты соқсаңдаршы Құдай-ау. Айшолпанжан шапалақты соқпасаңдар қайтпайды. Ақындардың өнерінде бағалаған дұрыс қой. Себебі ақындар әншілер қосап, плюспен өлең айтпайды. Айналайын Димаш брат, жауап беріп сұраққа. Бақытты бол ертеспеннен Артем дейтін тұрақта. Жұмысыңнан отпуск алып бір апта. Қасыңдағы
димаш деген бір атқа серік келмей қойған дұрыс болмады бірақ та елімде қыз жайлы көп бараңыздар. Әрине біз солардан аламыз нәр. Жауға да дес бермеген соғыс болса кешегі мұрындардай анамыз бар. Ағайын ләззаттардың сіңілісі негізі бүгін біз деп қараңыздар. Біздің осал болуға хақымыз жоқ, себебі дәл осындай ағамыз бар. Қазақ ұлтын күллі әлемнің бір алдында ұятқа қалдырмайтын шамамыз бар. Қара бесік әлдилеп оң қолымен қара жерді тербетсін қара қыздар.